шалып түсірді, ха? Әдемілеп шалып түсірді. Бәрекелді, міне Қырғызбаев шықты енді, атақты 60 келі салмақ дәрежесінде Ғұсман Қырғызбаев және оның қарсыласы Қасымхан Төленбай. Қасымхан Төленбай. Бұл енді екі балуан да оңтүстіктің балуаны ғой. Бір ауылдың Темірланның балуандар екеуі де. Енді мынау Қырғызбаев Алматыда оқитын болғаннан кейін, сол жерде жаттығатын болғаннан кейін Алматы қаласынан келіп отыр. Енді Ғұсман Қырғызбаев қазақ күресінен Азия чемпионы атанған 2012 жылы. Халық ойындарының жеңімпазы 2014 жылы. Осындай жақсы нәтиже көрсеткен. Сонымен қатар, мына дзюдо күресінде де бұл палуанның ерекше өнерін біз жақсы білеміз. 66 келі салмақта Қасымхан Төленбай, 60 келіде. 60 келі салмақта әлем чемпионы атанған балуан. Жас барыс турнирінің мынау екі дүркін жаңағы жеңімпаз атанған, жасөспірімдер арасында Евразия ойындарының чемпионы атанған, өте өзінің атақ дәрежесі өзіне басына жетерлік балуан. Ал енді мына Қырғызбаев егіз ғой бұлар. Қайсысы күресіп жатқан? Ғұсман күресіп жатқан. Ғұсман күресіп жатқан, ә? Бұл жерде енді қазір алдарыңызда қадірменді ағайын 60 келіде Ғұсман Қырғызбаев, 66 келі салмақ дәрежесінде Қырғызбаев Ғұмар. Енді Ғұсман қазір 60 келіде алдарыңызда мінекей барын салуда. Бұл енді Ғұсман бауырымызға тоқталатын болсақ, жаңа айттық, күш атасы Қажымхан атамыздың туған жер Темірланның балуандары ғой бұлар. Енді қазақ күресінен жаңа айттық, әлем чемпионатын ұтқан, дзюдо күресінен де ерекше бір табыстарға қол жеткізіп жүрген екеуі бір салмақта. Таза бәрекелді. Керемет. Ай, Ғұсман ғой енді, бұл Қырғызбаев енді осындай әдістерімен ерекшеленеді. Қазақта тайында таптап мін дейді, құнанында баптап мін дейді. Бұл енді бұл Қырғызбаевтар әбден бала күнінен жаңағы үлкен нагрузкадан өткен, енді өте ерекше күрестер. Қараңызшы, қалай ұстады. Қалай ұстады әне. Керемет. Бұлың күресі, бұл баланың күресі. Бір ойда жоқ жерден әс жасап кетеді, omынан қарашы, міне, ұстады. Міне, қараңыз. Бұл енді